Ассалаумағалейкум, қадірменді көрермендер, армысыздар барша дремлеге сүйер қауым. Арнама қош келіпсіздер. Әдеттегідей достар, видеомды бастамай жатып сіздерден қолдау күтемін. Қолдауды аямаңыздар. Осы күнге дейін көрсетіп келе жатқан қолдауларыңыз үшін сіздерге көп рахмет достар. Бүгін енді мен өзімнің су жаңа аккаунтыма обзор жасайтын боламын. Мен көп созбай бастайын, сіздерге жақсы көрім тілеймін. Кеттік достар. Достар, мен өткен аккаунтымды, бұрынғы аккаунтымды ұрлатып алғаннан кейін, бұл аккаунтты маған өзімнің өмір деген бауырым сыйға тартқан болатұғын. Осындай кереметтей аккаунтты мен өзім ойнамайым деп маған сыйға тартты. Осыған сіздерге обзор түсірейін деп отырмын. Көбісі сұрап жатыр енді. Енді құрамға өтетін болсақ, бәрінен де бұрын мен командалық рейтингтен бастайын достар. Осы жерде командалық рейтинг 95 достар. 266 алтын, 8 күміс, 3 қола жеңіп алған екенбіз. Рекордтарға кіретін болсақ, карьерада 1672 матч ойналған, оның 1633 жеңіс, 17 тең ойын, 22 жеңіс, өздеріңіз көріп отырғандай керемет көрсеткіштер. Ойыншыларға келетін болсақ достар, Роналду 8000 матч өткізіп, 8365 гол соғып тастаған. Кімде бұндай рекорд бар? Комментарийға жаза кетіңіздер, бұдан көп болса. Және де гол передача Салах 3532. Бір сезонда Роналду 120 гол салып тастаған. Чё там достар? Мынадан мықты аккаунттарыңыз бар ма? Бұл жерде енді самый быстрый хет-трик деген ғана әлсіздеу болып тұр. Бұл жерде сол ғана осал болып тұр 7 минутта. Мен өзім аккаунтымда 1 минутта істеген болатұғынмын. Жалпы енді басқа рекордтар керемет енді достар. Бір матчта Роналдумен 12 гол салып тастаған. Сұмдық қой енді мынау. Приздарға келетін болсақ, мүмкін деген приздардың, сыйлықтардың бәрін жеңіп алған кубоктардың. Дивизион Академия, Любительский дивизион, дивизион 4, дивизион 3, дивизион 2, дивизион 1, элитный дивизион, легендарный дивизионды 30 рет, матч всех звезд дегенді 45 рет. В общем, бүкіл қандай кубок бар бәрін жеңіп алған ғой. Бұл жерде осымен бітті деген ойдамын. Мына жерде стикерлердің бәрі ашық тұр, бүкіл сатып алынған. Одан кейін страна ол Қазақстан, ол таңдаулы тұр, бірақ қазір ол көрінбейді, алып тастаған оны. Осы міне, одан кейін онлайн матчқа өтетін болсақ, 4.100.000 хп бар бұл жерде. Өте керемет достар. Мен қазір 11-ші турда жүрмін. Одан кейін енді құрамға өтейік. Көбісін қызықтырып отырған осы құрамым шығар. Бұл жерде енді айта кетейін достар, 82 плюс рейтингтағы барлық ойыншылар сатып алынған бұл жерде. 83, 84, 85, 86 рейтингтағы барлық ойыншылар бар. Міне Жуалын Канцелу қазір Бавария сапында ойнап жүр. Осы карточканы алып қалыңыздар енді. Осы бір айдың көлемінде обновление болып қалуы мүмкін, сол кезде өшіп тастайды. Одан кейін Шкриняр, өздеріңіз білетіндей, Келини бар, міне мықты қорғаушылар бар, Хакими, Кейлер Навасты да алып қалсаңыздар болады, рейтингі түсіп қалады енді ол. Ноттингем Форестке кетіп қалыпты. Бұл жерде Тони Кросс бар, Бензема, міне статистикаларын көрсеңіздер болады. Мохамед Салах, Александр Арнольд бар, 80-ші рейтинг. Неймар бар, Дибала бар, Холланд, Рюдигер, Криштиану Роналду ускорение 100 болғанда бәрі керемет болар еді енді, сәл ғана жетпей қалған. Ван Дейк, міне көріп тұрғандарыңыздай тас қамал қорғаушы, енді бұны айтамаймын енді. Любой ойыншыны өткізбейді, тұсап ұстақ болады кәдімгідей. Бұл жерде Тео Эрнандес бар, одан кейін Френки де Йонгты алуға сіздерге кеңес беремін. Мықты ойыншы, өзіме жаман қатты ұнады осы ойыншы. Одан кейін Калиду Кулибали бар, ең мықты қорғаушылар деген бәрін алып алғам ғой. Сосын Алисон Бейкер бар, Кейлер Навас екінші қақпашы, қосалқы қақпашы. Харри Кейн бар, міне Бруно Фернандеш, Лукаку, Левандовский, Канте, Стерлинг бар, міне Сон Хэн Мин, Марко Асенсио бар, Рафаэль Варан бар. Ұлттық құрамада карьерасын аяқтап тастады бұл ойыншы. Бұл жерде Бернарду Сильва бар, Садио Мане бар, міне Кварацхелия. Өздеріңіз өткен видеоны көрген болсаңыздар, мен бұл ойыншыны дамытқан болатынмын.
және Абомейянгті алып қойдым достар, на всякий случай бар ғой. Өйткені бұл ойыншының рейтингі түсіп қалады, және де өзіме қатты ұнайтын шабуылшылардың бірі осы Абомейянг. Одан кейін бұл жерде Модрич бар, Де Брuyне, Погбаның міне статистикаларын қарап өтсеңіздер болады, көз жүгіртіп өтсеңіздер болады. Және де Винисиус Джуниор, Мбаппе, жойқын, енді сойқан ойыншы дейміз ғой бұны. Енді алдындағының бәрін жалмап, тістелеп, тепкілеп, таптап өтіп кететін ойыншы бұл деген. Және де Месси де өте мықты ойыншы. Енді бұл жерде негізгі құрамға конкуренция өте мықты достар. Мен деген мықты ойыншылардың бәрі бар. Осы енді бұл жерде басқа көрсететін ештеңе жоқ. Трансферға келетін болсақ, мен тегін агент жинап жатырмын. Алдағы уақытта бұйыртса видео түсіретін боламыз. Видеоны күтіңіздер достар, сәл ғана қалды. Одан кейін мой клубқа өтетін болсақ, бәрін таңғалдыратыны осы жер. Міне достар, нағыз топ аккаунттен осындай болу керек қой. Размещение бәрі дамыған достар. 40 адам сияқты составқа. Тренировка бәрі дамыған, 50 кристалға дамытам. Одан кейін набор, бұл жерде де бәрі дамыған достар. Скаутқа 10% скидка береді, және агентке 5% скидка береді екен. Жеңілдік әрине. Коммерческий центрді мына жерде бұны дамып тастағам тоже. Бәрі дамып тұр енді. Мен дамытқан жоқпын, подписчигім дамытқан. Керемет енді достар, сөз жоқ. Врачи бәрі дамып тұр. Стадионда керемет міне. 92.632 адам сияды екен. Осындай кереметтей аккаунт енді. Бұндай аккаунт кімде бар достар? Бар болса, аккаунттарыңызды жаза кетсеңіздер болады, командалық рейтингтеріңізді. Осы енді басқа не көрсетейін сіздерге? Бұл жерде басқа көрсете қоятындай енді ештеңе жоқ қой деймін. Аса қатты ойнап жүрген жоқпын, уақыт жоқ қазір. Монета мен кристалл жинап жатырмын. Бұйыртса алдағы уақытта ойыншы дамытып түсіретін боламын достар. Абомейянгтің жанына қай ойыншыны дамытқанымды қалайсыздар, комментария жаза кетсеңіздер болады. Осы достар көбісі менен енді сұрады, комментарийдан да, WhatsApp'тан да сұрап жатады. Жаңа аккаунтыңа обзор жасашы деп. Сосын сұрап жататындар, братан қаншаға сатып алдың деп. Бұл аккаунтты маған сыйға тартқан болатын. Айтарым осы. Ешқандай аккаунт сатып алған жоқпын. Және де бұл аккаунт сатылмайды. Бұл аккаунтты ешкімге сатпаймын, өзімде қалдырам. Өзіме қатты ұнайды осы аккаунтты. Осы достар, енді келесі кезекте қандай видеолар күтесіз, комментария жаза кетсеңіздер болады достар. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.